бірдей жауап болады. Неге десеңіздер, сахнада тұрған Димашты қолдап келеді мен тұрақты тыңдармандарым. Былтыр алланың қалауымен Бешикташ стадионында 45 мыңнан астам адамды бәрін жинап әдемі бір кеш өткізуге тырысқан болатынбыз. Енді бүгінгі күн одан әрмен қызықтырақ өтеді деген ойдамын. Неге десеңіздер, концертте біз әдеттегідей әндеріміз саламыз, азын-аулақ сөйлесеміз, бірақ бүгінгі формат көбінесе әңгіме дүкенге байластырылған. Сол себептен бір ерекше кеш болады деп үміттенемін. Әрине, отбасыммен өткізген туған күн мен үшін әрдайым ерекше, мен үшін әрдайым маңызды. Мен өзімнің тыңдармандарымды өзімнің отбасымның мүшелеріндей көремін. Неге десеңіздер, көшеге шыққаннан бастап есік алдына шыққан бойда кез келген мені кезіктіріп қалып жатқан адамдардың бәрі ақ батасын беріп жатады. Қазақтың кез келген іні қарындастары, ұл-қыздары, менің бауырларым, қазақтың кез келген әжелері, аталары, менің ата-әжелерім, қазақтың кез келген әкелері, ағалары, аналары, менің әке-шешем, ағаларым. Тамаша, бүгін осындай әрине қобалжу бар, өйткені көптен күткен осындай жанкүйерлермен кездесу әрдайым бір сезімге баурайды. Мүмкін тағы да құттықтап ала алмаған кісілер, жандар бар.